парасат биігінен ойлай алатын адам, яғни осы парасатты деген ұғымға жауап береді. Мен үшін өмірді үлгі тұтатын адам әкем, шешем болды. Ең бірінші тұтас жауап берсем, қазақтың тарихын оқу керек әрбір азамат. Құрт жеген ағаш құлаған дауылдан көреді дейді. Яғни ең бірінші сана өзгерсе, қоғам өзгереді. Парасаттылық деген ұғым, жалпы бұл бірнеше жақсы қасиеттердің жиынтық ұғымы. Парасатты адам, парасатты қоғам немесе парасаттылық деген түсініктің ішіне білімді, ақылды, Абай атамыз айтқан толық адам немесе кемеліне жеткен адам деген түсініктер бар ғой. Яғни мен ойлаймын, осы тұрғыдан алған кезде жан жақты өзін толық жетілдірген, дәстүрін білетін, тарихын білетін, болашағына бейжай қарамайтын, бүгінгі күнін бағалай алатын адам, яғни білім биігінен, парасат биігінен ойлай алатын адам, яғни осы парасатты деген ұғымға жауап береді. Ел жанды болу деген не? Еліңді сүю, жеріңді сүю, қадірлеу. Ал құрғақ сөзбен айту қазір екінің бірінің қолынан келеді. Сен де, мен де, ол да, сауыншы да, механизатор да, инженер де, бәріміз ұлттың, елдің болашағы үшін жауаптымыз. Ал ел алдында біз ел жанды болу үшін ойлаймыз, не жасау керек? Керемет көпір салу, немесе әлемде жоқ ғимарат тұрғызу елдің жандылықтың бірден бір элементтерінің біреуі ғана шығар. Ал ел жанды болу үшін сіз не істеңіз? Мен ойлаймын, отбасын құрып, парасатты жаңағы. Отбасында парасатты болу, парасатты отбасын құру, парасатты балашаға тәрбиелеп, үйіңіздің есігін ашып, парасатты қоғамға қосу. Мен үшін өмірді үлгі тұтатын адам әкем, шешем болды. Әкем қарапайым еңбектің адамы. Бізге әдетте үлгі тұтатын адамдарды біз жастардың санасына ел таныған, немесе жұлдыз болған, бұлай қазіргі тілмен айтқан кезде, белгілі бір жетістікке жеткен, билікте болсын, байлықта болсын, бизнес саласында болсын, саяси сахнада болсын, сондай адамдарды жастар үлгі тұту заңды, дұрыс. Бірақ ең бірінші сенің өзің үлгі тұтатын адамың жанында жүр. Осыны ұмытпауымыз керек. Анаңның жаққан ошаққа, ошақтың отына жылынып, әкең еккен еменің көлеңкесінде өскен ұрпақ жаман болмайды. Ең бірінші тұтас жауап берсем, қазақтың тарихын оқу керек әрбір азамат, менің түсінігімде. Өзінің ұлты, халқы, кешегі қай жерден шыққан, қандай ұлт болған, қандай жетістіктерге жеткен, қандай қала салған, қандай өркениетке үлес қосқан деген сияқты тарихтан алу керек. Бабаңды жақсы көріп кету үшін баба тарихын оқу керек. Бабаңды сыйлау үшін кешегі тәуелсіздіктің жолында ұйқы көрмеген, күлкі көрмеген, көз жасын көл қылған, бүкіл ғұмырын сарп еткен бабалардың жолына қарап отырып, біз мәңгі бақи қарыздар болып өтуіміз керек. Енді кейінгі тәуелсіз жылдарында жазылған Тұрсынжан Шапайдың «Қазақтың жаны» деген керемет кітап бар. Соны оқыса, енді ақын ретінде мен енді үшінші ойлаймын, поэзияны да оқу керек. Поэзия адамның жанын ізгілікке, сезім, жақсы аяулы сезімдерге тәрбиелейді. Мұқағалиды оқысын, Фаризаны оқысын. Парасатты қоғам дегеніміз сол жаңағы кітап оқитын, жақсылыққа жаны құмар, жан ашыр, білімді, парасатты, оқыған, ізгі қоғам деген сөзді де айтып жатамыз. Ұрлық болмайтын, жамандық болмайтын, былайша айтқанда керемет, ешкімнің ақысын жемейтін, ала жібін аттамайтын қоғам құрғымыз келеді. Әлгі қазақта мақалы бар, құрт жеген ағаш құлаған дауылдан көреді дейді. Егер біздің өзегімізде өзгерісті қаламайтын басқа жаман пиғыл болса, біз ештеңені өзгерте алмаймыз. Өзің өзгергің келмесе, еш нәрсе өзгермейді. Яғни ең бірінші сана өзгерсе, қоғам өзгереді. Кредо деген нәрсе сол Абайда жатыр ғой, көп нәрсе.
еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей дейді абай. Осыдан артық үлкен керек емес, алыстан іздеп. 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрседен қашық бол дейді. Бұны да кредо қылып алсаңыз, парасатты адамға керек дүние, парасатты қоғамға керек дүние сол. Қазіргі менің уақытым еңбек ететін жастамын, жұмыс істейтін елімнің, ертең отбасым үшін, өзім үшін жұмыс істейтін жастамын. Сондықтан менің қазіргі ұстанатын кредом еңбек етсең ерінбей, тояды қарын тіленбей.